Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз бүгін фундаментке құятын цемент раствор дейді. Соны қалай жасау керегін көрсететін боламыз. Бірінші біз мынау шебінді аламыз. Шебінің өзі мынау ацеп бұл негізі үйге арналған. Кішкентай ғана тас қиыршық тастар ғой. Негізі бұны ірілеу таспен де істесек болады фундаментке. Біз енді барымен істей беретін боламыз. Раствор жасау үшін бірінші шебінді үш күрек болсаңыз да 3 күрек саламыз. Содан кейін құм бар, міне құмнан 2 шелек саламыз. Сосын цементтен 1 шелек цемент салатын боламыз. Осылай біз раствор істейтін боламыз. Ал кеттік. Екіншісі кетті. Біз әзірге каретаға істеп жатырық. Былайына қалсайшы. Каретаға істеп жатыр. Біреу бетамишалықпен істейді, біреу астында не дейді? Астына қойып қояды заттарды. Солай да істеуге болады. Әркім өзінің барымен істейді. Енді біз қазір құм ыңғайлы келсе таза құм болған дұрыс. Содан 2 шелек салатын боламыз құмнан. Мен құм онша таза емес, бірақ болады. Екі кетті. Толым қап кетті. Екі арнадан 1 шелек цемент салатын боламыз. 2 шелек кететін болады. Жежоба цемент бізді Қызылорда облысы Шиелі ауданында шығатын цемент, жақсы цемент. Қазір құрылыстың бәріне осы материалды қолданып жатыр, цементтің осысы жақсы. Мына тоңқырап кетті бізде. Енді үстіне сыйдыратын болатын боламыз. Қарастаған. Егер істеп жатып, мына мысалға шебін салатын болса, одан кейін құмды, шебін, құм араластырсақ та болады. Бізде енді барлығы ыңғайлап кетті. Енді осыны жақсылап араластыратын боламыз. Міне, осылай су қойып араластырып аламыз керек.
біз араластырып болдық, сухой араластырып болдық. 2 рет араластырған жүрміз, түбімен бәрін араластырдық. Енді біз суямыз, ары қарай таситын боламыз. Растворымыз уже 70% дайын болды. Қазір су құйып араластырып, ары қарай уже 30%-ке алып кететін боламыз. Мына қазір суды құйып бастадық. Біз әділсізді каналына тіркелеміз, лайк басамыз, комментарий жазыңыздар. Мүмкін менде білмеген жерлерім болған шығар. Айтып отырыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Мына суды құйып алып келеңізші. Бізде енді мына смесіміз көп болып тұр ғой, сол үшін бір шеттен бастаймыз. Мына суды құйғаннан кейін біз жаймен бастаймыз. Өйткені төгіліп бастауға, сол үшін мына сумен бастап, мына суды апарып отырып жаймен араластыра береміз. Әйтпесе бірден қазір болмай қалады. Осылай баппен асықпаймыз. Барлық жеріне су бару керек. Араласу керек. Әдем баппен кеп жатыр. О, міне. Әдем. Қазір енді бір шелек істеп алсақ, шаймен салып кете береміз ғой, өйткені араны босатуымыз керек па. Міне. Mene, әдем болып отырмыз. Қатты сияқты емес қойған. Көбейте береміз. Ama koyulmuş olsa köbeytemiz. Ne bu kaldı? Ne bu kaldı? Kapasana su var. Mazay oluyor. Şimdi su koyuyoruz. Aslında çok olmaz. Çok olmaz. Bir şeyle kızartın. Çok mu? Mana смес деген осындай болады. Мына қараңыздар, қарасаңыздар, міне әдемі болып тұр. Бабында тұр, бұл я сұйық емес, я қою емес. Осыны қазір құйып жатырмын. Сіздерге осындай болу керек. Сіздер қарайтаға мән бермеңіздер, әркім тапқанын істеп жатыр. Соны міне дайын болған осындай болады. Көрдіңіздер ма? Ешқандай артықшылығы жоқ, сұйық емес, қою да емес. Осындай. Міне. Мына видеода өз мәресіне жетіп қалды. Біздің енді нағыз жұмысымыз істейтін осы фундаментіміз біздің қисайып кеткен тұғын. Сонымен бізде фундаментке 3 тумба құйып жатыр осындай. Сол жаңа тумбаның біреуін міне құйып жатқан сәтіміз. Соның астын үңгіп қаздықты. Осылай цемент растворын құйып тастадық. 3 жерден қазір жақсы ұстап тұр. Бұл қорамыз ғой біздің. Осындай ағайындар. Енді бізден білгенімізді, өзіміздің білгенін жасап жүргеніміз салдық. Егерде сіздердің енді араларыңызда жақсы стажымен ұсталар болса, комментарий жазып кетеміз ағайындар. Қазақ тілді каналды қолдайық, лайк басайық, комментарий жазайық. Енді біз қолымыздан келгенін бәрін жасап жатырмыз. Осылай міне шамал түзеп қоямыз. Өстіп жасап шықсаңыздар болады үйде де. Бұл енді біз үй жағдайында істеп жатқанымыз, біреудің үй істеп жатқан жоқпыз, тек қана өз үйіміз жасап жатырмыз. Бізде енді әділдер осы каналды тіркеліңіздер, сау болыңыздар.